Әдеби шолу ғылыми жобаны немесе мақала бастарда ең бірінші жасау керек қадам. Көбіміз дәстүрлі әдісті қолданып, яғни Google Scholar'ды ашып, тақырыбымызды енгізіп, соған қатысты көптеген мақалаларды қарай бастаймыз. Бірақ біз қай мақаланың ең маңызды екенін, немесе қайсы көп дәйек сөз, яғни цитирование алғанын білмейміз. Бұл процесс бірнеше күн немесе аптаға да созылуы мүмкін. Өйткені біз өз саламыздағы ең жақсы мақалаларды іріктеп алу керекпіз. Бірақ бұл мәселе енді жасанды интеллект құралдары арқылы оңай шешіледі. Бүгінгі видеода әдеби шолуды тезірек, жеңілірек және тиімдірек ететін жасанды интеллект құралдарын айтып беремін. Сәлем достар, мен атым Гүлсім Құлшарова, мен Назарбаев университетінде профессор болып істеймін. Осы арнада ғылыми зерттеулер жүргізу, шетелге PhD-ге түсу, ғылыми салада жұмысқа орналасуға дайындық және де өзін-өзі дамыту дағдылары бойынша бейнелер түсіремін. Егер осы тақырыптардың біреуі сізге қатысты болса, тіркелуге ұмытпаңыз. Енді әдеби шолу жасауға арналған жасанды интеллект құралдарымен танысайық. Ғылыми мақалаларды әдеби шолуға негізі 3 маңызды жасанды интеллект құралы бар. Олар консенсус, SciSpace және де Undermine. Олардың жалпы салыстырмасын мына көрсетілген таблицадан көре аласыз. Және де бұл таблицаны менің Telegram каналымнан да жүктеп ала аласыз. Ал енді консенсусқа көбірек тоқталып кетейік. Консенсус бұл сіздің зерттеу салаңыздағы ең маңызды ғылыми мақалаларды табуға көмектесетін жасанды интеллект іздеу жүйесі. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл Google Scholar мен ChatGPT-ның арасында және де біріктіріп тұрған платформа. Қазіргі кезде Google Scholar'ға сұрақ қойсақ, ол сол сұрағыңызға байланысты көптеген мақалаларды жай тізіп береді. Ал ChatGPT-ге сұрақ қойсақ, сұрағыңызға жауап тауып, бірақ ол жауапты қайдан алғанын, дерек көздерді сізге айтпайды. Ал консенсуске ғылыми зерттеуге қатысты сұрақ қойсаңыз, ол 200 миллион дерек көзден сізге мақаланың негізінде жауабыңызды бере ғана қоймай, сол мақалаларды да тізіп бере алады. Бұл сіздің әдеби шолуыңызды жеңілдетіп қана қоймай, алынған ақпараттың дәлдігіне сенімділік береді. Сондықтан әлемдегі көптеген үздік университеттер осы құралды қазіргі таңда қолданады. Ал енді консенсус қалай жұмыс істейтінін қарап өтейік. Мен консенсус сайтына кіріп, өзімнің зерттеу салама қатысты сұрақ қоямын. Ғылым мақалаларды ағылшынша жасаған соң, әдеби шолуды ағылшын тілінде жасаймын. Мысалы, өзіме ғылыми салаға қатысты мен microfluid devices деп теремін. Іздеу түймесін басқаннан кейін зерттеу мақалаларының тізімі шығады. Мұнда ең көп дәйек сөз алған мақалаларды көрсетілген. Мен бұл жерде тегін версиясын қолданғандықтан көбірек функциялар көрінбейді. Бұл жерде дерек көздер көрсетіліп, бәрі детальды түрде көрсетіледі. Сосын бұл жерге мысалы әрқайсына қанша цитирование жасалғаны көрсетіледі, қай жылы шығарылғаны. Егер бұл тексттен біз бірдеңе сұрайық десек, ask this paper деп басуға болады. Егер сізде ақылы версиясы болса, сіз мына жерде PDF-ті да жүктеп ала аласыз. Ал келесі жасанды интеллект құралы ол SciSpace деп аталады. Бұл жерде де мен өзім салам бойынша сұрақ қояйын. Microfluid devices expensive. Кішкене күту керек. Ойланғаннан кейін бұл 5 мақаладан маған жауапты тауып беріп тұр. Сосын жауабымда өзінің қайдан алған дерек көздерді де қосады. Бұны сіз сақтап қоюыңызға болады. Егер сізде ақылы версия немесе мен қазір мысалы өзім құрған жоқпын ешқандай профиль, бірақ бұны сақтап қоюыңызға болады. Сосын PDF-ке бассаңыз, мына мақалалардың PDF версиясы да шығады. Мысалы, мынау 5 дерек көз, бірақ одан да 10 әртүрлі мақаланың тізімін береді. Әрқайсында мақаланың жанында ең маңызды жерлерін, сұрағыңызға жауаптарды осылай тізіп береді. Әрқайсысын мысалы PDF-ке басып, бізге PDF версиясында көруге болады, егер ашық дерек көз болса.
өте ыңғайлы. Сонымен қатар подкаст та жасап бере алады. Яғни PDF-ті подкаст ретінде жасанды интеллект сізге сөзбен сөйлеп видео ретінде осы мақаланы түсіндіріп бере алады. Сонымен қатар сіз бұл жерде әртүрлі көп функциялар бар. Ал үшінші құрал undermind.ai деп аталады. Бұл жерде try searching free, яғни тегін іздеп көр дейді. Сол батырманы басқанда бізге тіркелу керек. Өзімде әзірше веб-сайтқа тіркелген жоқпын. Назарбаев университетінде көрсеткен семинардан үзінділерді көрсетейін. Undermind осындай ChatGPT ретінде жұмыс істейді. Кәдімгідей сіздің ассистентіңіз ретінде есептесеңіз болады. Сұрақ қойып, ол сізге ғылымға негізделген, мақалаға негізделген жауапты береді. Айтпақшы, бұл видеода көрсетілген құрылдарды Назарбаев университеттің кітапханасы ұйымдастырған семинардан үйрендім. Бұл видеода айтылған ақпарат пайдалы болса, маған лайк басып тіркеліп кетіңіз. Рахмет.